Абай қазақ руханиятының шығармашылығы. Ұлттың ұлы ұстазы, оның асыл мұрасы бүгінгі ұрпаққа бақыт бағдар беретін мәңгілік қазина. Осы орайда Хадиша әже Бөбекжай балабақшасының педагогтері барша әріптестерімізді Абай мұрасы мәңгілік атты челленджге қатысуға шақырады. Абайдың даналыққа тола өлеңдері мен қара сөздерін насихаттайды. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, 5 дұшпанды білсеңіз. Қалың елім қазағым, қайран жұртым. Қалың елім қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузыңа түсті мұртым. Жақсы мен жаманды айырмадым. Бір қан, бір май бол, енді 2 ұлтым. Бек бергендей шырайын сондай жақсы. Қайдан ғана бұзылды сатшы сырым. Ұқпайсың өз сөзіне басқа сөзді. Аузыма ора орған өңкей қыртым. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеде тетігін тап та барқалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да туғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалын артың мұз, барар едің қай жаққа. Құлақтан кіріп, бойды алар, жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсең, мен шесүй,